Солтүстік аймақ еріген қар суынан зардап шегетін облыстардың бірі. Бүгінгі күні су тасқынының алдын алу үшін облыста 85 елді мекен есепке алынып отыр. Оның ішінде 13 елді мекенде су басу қаупі бар. Аймақ басшысы Құмар Ақсақалов мұзды кесу мен жаруды ерекше бақылауға алуға жет екенін айтты. Биыл бұл жұмыстарға 3,3 миллион теңге бөлу жоспарланған. Ағымдағы жылы жедел әрекет ету үшін 2,5 мың адам мен 1,5 мың бірлік техникадан тұратын күштер тобы құрылды. В текущем году для оперативного реагирования қазірдің өзінде техниканы жұмылдырып тартуды қамтамасыз ету, қорларды қалыптастыру қолға алынсын. Өрістерден келетін суға ерекше назар аудару керек. Қазірдің өзінде әкімдіктер тиісті жұмыстарды жасай берсін. Сондай-ақ жыл сайын жол төсемінің толып кету мәселесі орын алады. Өткен жылы 13 факті тіркелді. Жұмыста алдын ала бастаңыздар. Қаланы аралау кезінде көптеген көп қабатты үйлердің аулалары мен кәсіпорындардың алдында қардың әлі жиналмағанын байқаймын. Арықтар мен нөсер кәріздерінің, ғимараттар мен үйлердің шатырларын уақытында тазалаңыздар. Қалалық резервте төтенше жағдайдың алдын алу мен оны жою үшін 30 миллион теңге көлемінде қаражат бөлінсе, шұғыл шығындарға 25,8 миллион теңге қарастырылған. 14 ақпаннан бастап қала көшелерінде ашық нөсер кәрізі желілерін қар мен мұздан тазарту бойынша жоспарлы жұмыстар жүргізілуде. Су басуға бейім 16 саяжай қоғамы, 280 саяжай учаскелері және 107 үй тіркелді. В случае ухудшения паводковой обстановки на базе очистных сооружений имеется 83 единицы исправной техники. Су тасқыны жағдайы нашарлаған жағдайда 83 бірлік жарамды техника бар. Оның ішінде 44 бірлік ауыр техника, 39 сорғы мен мотопомпа. Барлық техника жұмысқа дайын жаңартылған. Тұрғындарды эвакуациялау үшін мектептерде эвакуациялық пункттер дайындалды. Төтенше жағдай басқармасының қызметкерлері мен жергілікті полиция қызметімен бірлесіп 15 ақпаннан бастап Заречный кенті, Көшзавод кенті мен Подгора су тасқыны қаупі бар учаскелерінде тұратын тұрғындар мен алдын алу жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар отырыста облыстағы эпидемиологиялық ахуал талқыланды. Өңірдегі жағдай тұрақталса да, солтүстік Қазақстан облысы әлі де қызыл аймақта орналасып отыр. Бүгінде иммундаудың толық курсынан 282 мыңға жуық солтүстік Қазақстандық өтіп, бұл 76% құрайды. Шамамен 85,5 мың адам қайта вакцинацияланды. Облыс әкімі бұл жұмыс бойынша қарқынды күшейту керек екенін айтты. Солтүстік Қазақстан облысында вакцинация бойынша көрсеткіш республикалық көрсеткіштерден төмен. Смертность по итогам прошлого года выросла. Жыл соңында өлім-жітім өсті. Өйткені ковидтің кесірінен көптеген адамдар қайтыс болды. Жағдайдың тұрақталғаны түсінікті, бірақ вакцинацияны одан әрі жүргізу керек. Қызылжар ауданы мен Петропавлда жалпы вакцинацияның қарқыны төмен. Уәлиханов пен Айыртау ауданы бойынша да жағдай төмен болды. Біз тиісті шаралар қабылдадық және қазір жағдай мүлде басқаша. Бұл Қызылжар ауданы мен Петропавл тұрғындары өз денсаулығына, айналасындағы адамдардың денсаулығына жауапкершіліксіз қарайды деген сөз. Аймақ басшысы тағы бір мәрте облыс тұрғындарын екпе алуға немқұрайлы қарамауға шақырды. Мұнымен қоса дәл қазір ревакцинацияны уақытылы алу аса маңызды. Өйткені вакцинацияның толық курсынан өткен адамдардың басым бөлігінде екпені алғаннан кейін 6 айдан астам уақыт өтті. Бұл адам ағзасындағы қорғаныс деңгейі де төмендеді деген сөз. Сондықтан дер кезінде ревакцинациядан өткен абзал. Дана Калиева, Жұлдыз Бекермұқанов, Первый Северный.